Bir кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келіп сұраған, анасы радиаллаху анхудан жеткен бір хадисте, бір көшпенді бір араб өзінің ауыл жағынан келіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сұраған екен, мәтә саа деп. Иман келтірген кісі бірақ сұрайды, сағат, қиямет сағаты қашан болады деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аналардың сұрақтары, жаңағы мойындамайтындардың сұрақтары, ол өтірік, жаңағы мысалы айтайық, күмән тудыру үшін күлкі, мазақ сұрақтар. Ал енді мына жаңағы енді ғана иман келтіріп, әлі сұрақтың қою әдебін үйренбеген, бірақ иман келтірген адам сұрақ қалған кезде оған жауабы былай екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Маза ағдатта лаха. Не әзірлеп қойдың қияметке дейді. Бұл тәрбиелеу мақсаты. Не әзірлеп қойдың? Бірінші қорқытып алу. Не әзірледің қияметке сонша осылай сұрайтындай дейді. Қорқып кетеді ана кісі. Я Расулалла, ма ағдатту лаха шейән. Еш нәрсе әзірлемедім. Тек қана әнне ухиббуллаха ва расулаху. Тек мен Алланы және елшісін жақсы көремін деп қорқып кетеді. Сонда пайғамбар саллаллаху енді үміт береді. Әнтә маға мән ахбабта. Сен қиямет күні сүйген адамыңмен бірге боласың дейді. Сонда ана сан жерде есім шығып кетті дейді анадан кейін. Көрдіңіз? Сонда унахну казалика. Аллахтың елшісі, бізде солай ма? Сүйгендеріңізбен бірге боламыз ба? Ва антум. Сендер де дейді, сүйгендеріңмен бірге боласыңдар. Қарас, Мұхаммед пайғамбарға деген махаббат. Алып шығады ол. Ол кез келген мүминді алып шығады қиямет күні. Алладан басқа тәңір жоқ деген иманы берік болса, кез келген мұсылманды қиналған сәтінен алып шығады ол пайғамбар салса. Ол пайғамбар біздер бір-бірімізге қарағандай қарамайды ол. Ол біздің бәрімізге бөліп жармай, үмбетім деп қарайды. Ол біз бір-бірімізге сый алмай жүрген да. Ол кісі бізді бірге қарайды. Біз үмбетім деп қарайды. Қандай қателігің болсын бойыңда, жамандығыңды жасырып қарайды ол кісі. Жақсылығыңды асырып, сізді құтқарып алсам ба деп қарайды. Міне біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай? Міне, ең басты осы Мұхаммед пайғамбарға деген адалдығың, сол кісіге деген байланысың үзілмесін ешқашан. Көрдіңіз ғой, бір сүйгеннің, жақсы көруінің өзі қандай нәрсеге әкеп жатырды ол кісіні. Ал ерсең ше толық, әрбірсіне ерсең қалай болады? Онда сізден бақытты адам жоқ.